Әй келін, тұрсаңшы уже түс болды ғо. Не масқара мынау? Қызым келе жатыр, қаладан жақындап қалды. Тұр етас! Тұрдым. Оф, неге әлі жүрегім айнып тұр білін. Бүгін шаруа бастан асады. Кез келген сәтте жүрегім айнып кетеді. Ет ас дейді ғой, ет деген сөздің өзін естісем. Келін әлі тұрмаған ба? Шайымызды өзіміз іштік мейлі, аяғы ауыр ғой деп ұйықтасын деп. Қызымыз келе жатқанда бұлай ұйықтауы не масқара? Соны айтам. Мен оятпасам әлі ұйықтай беретін түрі бар. Тіпті Бека баламыз уже кетіп қалды. Ал бұл әлі ұйықтап жатыр. Ачо, мені ешкім қарсы алмай ма? Сәлем бердік қайнапа. Бақытты бол келінжан. Төрлетіңіз, сізді күттік. Рахмет, күтпесеңдер де келеміз. Қош келдің қызым. Аман жеттің ба? Мына жиһаздарды әлі ауыстырмағансыңдар ма? 100 жыл болған шығар. Қой, мынауың сол күйі өзгермепті. Жүкті болу осыншалықты қиын өтерін білмеппін. Мына иіс неге сонша жүрегімді айнытып тұр? Хотя сүйікті асымның иісі қорын. Келінжан, қиналып тұрсың ғой, токсикозсың ба? Бара ғой онда, бөлмеңе барып демал. Мен өзім аяқтап тастаймын. Әйтпесе құсып қоярсың. Рахмет. Қызым айбетпе өзіне тамақ пісіртіп қойғанына. Келінде әлемде жалғыз өзі жүктідей жатып алды ғой бөлмесіне. Қонақ күту дегенді білмейді қалалық қыз ғой. Ой қойшапа, бәрі дұрыс. Бастапқы 3 ай солай болады. Менде де страшно токсикоз болды ғой бірінші баламда. Ой, ол өзі жалқау ғой. Жүктілік жақсы сылтау болды керісінше. Әке, қойыңызшы, сіз білмейсіз ғой біздің теманы. Иә, қайнапамды жақсы кейіпкер сияқты көріп жатсыздар ма? Жақсысы жақсы, бірақ мына түріммен ығырын шығаратын шығармын. 1 ай үйде болады ғой. Енді не болар екен? Бөлек шығу деген тема енді арман болатын сияқты ғой мына түрмен мен.